Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті YouTube арнамыздың көрермендері. Міне Құдай қаласа малина егіп жатырмыз. Малина көшеттері. Бұл көшеттің, бұл сорттың аты Полька. Полька деген енді біраз жылдан бері шыққан сорт, бірталай жыл болған. Жалпы бірақтан өзінің жақсы екенін дәлелдеп, осы күнге шейін әлі де көптеген адамдар гектарлап егіп келе жатыр. Міне Құдай қаласа мына жақта алдырдық. Бұл қазір бізде Қырғызстаннан келді. Енді алдағы уақытта тағы да басқа да сорттарды алдырамыз деп жатырмыз. Бірақтан ол сорттарды біз Белорусиядан сол жақтан алдырамыз деп ойлап жатырмыз. Жалпы бұл жерде енді сіздерге көрсетейін дегенім малинаны егу барысы, және де біз оған биогумус қосып егетін боламыз. Міне өзіміздің биогумусымыз, өзіміздің калифорниялық қызыл шуалшандардың өңдеген биогумусы. Бұл малинаны егу үшін мынадай қылып шұңқыр қазу қажет. Бұл шұңқырдың тереңдігі шамамен 30-40 сантиметр болса жеткілікті. Енді түбіне жаңағыдай тағы да басқа да биогумус секілді тағы компост салсаңыздар болады. Ол компостты салған кезде мына 40 сантиметр, ол 30-ға немесе 20-ға көтерілуі мүмкін. Енді түбіне салғаннан кейін соған байланысты көтеріледі. Енді қазір мына жерде кәдімгі таза суға Enrival деген тамыр дамытатын дәріні қостық. Тамыр дамытатын соны суға араластырып, шамамен бір 30-40 грамын 15-20 литр суға, енді шамалап айтып жатырмын, солай қостық. Сөйтіп не малинаның тамырын батырып қойдық. Бұл қазір өзіне кішкене сіңіреді, бір 10-15 минут тұрады. Осылай ұзақ тұрудың қажет жоқ. Тамырға шірік ауруы түсіп кетуі мүмкін, суда тұра бергеннен кейін. Сондықтан қазір біз оны бір 10-15 минут осылайнан өзіне, денесіне біраз осы дәріден, судан біраз өзіне сіңіреді. Содан кейін бұны егетін боламыз, Құдай қаласа. Оған дейін біз қазір биогумусымыз еленіп дайындалған, өзімізге дайындадық. Қазір осыдан жаңағы шұңқырды қазған кезде ішінен шыққан топыраққа араластырып, түбіне кішкене тастайтын боламыз, қажетті мөлшерде. Ол қаншалықты қажет десеңіздер, бұл таза органика, төрт түлік малдың көңін жаңағы қызыл калифорниялық шуалшанға жегізу арқылы, содан капролит дейді, жаңағы таза органикалық биогумус. Енді биогумустың құрамында неше түрлі элементтер бар. Енді бүкіл элементтер бар деп айту қиын, сондықтан топырақты араластыруымыз қажет. Топырақта көптеген өзі Алланың жаратқан көптеген элементтер бар. Соған қоса жаңағы биогумусты қосамыз. Сол кезде бұл малинаға және де басқа да жемістерге қажетті жаңағы макро-микро элементтер сол жерде барынша болады. Енді толыққанды 100% малинаға қажетті барлық органика, барлық минералды элементтердің барлығы жеткілікті түрде болады деп айту қиын. Барлық қажетті элементтер болады деп 100% айту қиын. Алайда біраз өсіп алғанша қажетті элементтер ішінде болады, Құдай қаласа. Соған үміттеніп, осы биогумусты қосамыз, және де топырақпен араластырып саламыз. Қазіргі уақытта міне малинаны егу қаншалықты арақашықтығын бәрін айта кетейін. Мына жерде бірінші малина мен екінші малинаның арасы 50 сантиметр болса жақсы, жалпы. Енді одан да алыстау қыламын дейтін кісілер болса, жері көп, үлкен жерлер болатын болса, онда кішкене алыстау егсе де болады. Себебі бұл жерге малина егілгеннен кейін жан-жағына жаңағыдай тағы да шыға бастайды. Жердің астынан тамыры арқылы тағы да шыға бастайды. Солар шығып, олар өсіп, олар біраз қаулап арасы жабылады. Және де енді бір қатар арасы 50 сантиметр сайын. Осы қатар мен екінші қатардың арасы 2 метр
3 метр қылса да болады. Жалпы әркім өзінің жеріне байланысты қарайды. Бізде енді 2 метр қылдық. Мына жерде бізде кішілеу жер. Бұл жерді бұрынғы өткен бейнероликтерді көрген болсаңыздар, бұл жерге құлпынай еккен болатынбыз. Ол құлпынайлардың барлығын біз қазіргі таңда алып тастадық. Енді ол құлпынайды бұдан да үлкен жерлерге егіп жатырмыз қазір. Оларды кейінірек көрсететін болам. Жалпы бұл жерге қазір біз тәжірибе ретінде осы малина көшетін егеміз, және де ежевика көшеттерін егеміз. Ежевикадан көп алған жоқпыз. Енді тағы да басқа да сорттарынан алдырамыз, Құдай қаласа. Оларды да көрсететін болам. Алдағы уақытта соның барлығын егіп, біз кішігірім тәжірибеден өткізіп, жемісі қандай болады, оның күтімі қандай болады, соның барлығын кішкене түсініп, содан кейін тағы да оны үлкейтіп, үлкендеу жерге егуге әрекет жасаймыз деген ниет бар. Құдай қаласа арасын 2 метр қылсаңыздар болады, немесе 3 метр қылсаңыздар болады. Енді жалпы өздеріңізге ыңғайлысын жасау керек. Неге 2 метр десеңіздер, бұл жерде былайынан қаулап өседі екеуі, екі жақтан. Сол кезде ортадағы адам жүретін жер біраз жабылады. Сол үшін осылай арасын ашу керек. Міне қазір биогумусымызды алып келдік. Осы биогумусқа топырағымыздан араластырып, 50-де 50 қылып араластырып түбіне салатын боламыз. Міне осылайынан жасап жатырмыз. Құдай қаласа енді алдағы уақытта қандай күтім қажет, қалай баптау керек, сол жайлы алдағы уақыттарда да көрсететін боламыз. Енді бұл жерде бізде тамшылатып суару жүйесі болады. Құдай қаласа мына жерге тамшылатып суару жүйесін жасаймыз. Әрқайсының түбіне ұзыннан шланг тастап, солай суаратын боламыз. Осылайынан Құдай қаласа жасап жатырмыз кішігірім тәжірибеге. Мына жерде бір соттық жерге шамамен 100 дана малина көшеті кетеді. Ал енді ежевика бойынша айтатын болсам, ежевика көшеттерін, олардың ара қашықтығын бір көшетпен екінші көшеттің арасы 2 метр болу қажет ежевикаға. Себебі ол үлкен болып өсіп, жанына қарай өседі. Сондықтан Құдай қаласа осылайын жасап жатырмыз. Мына ағаштар негізі көшет шығаруға арналып, бұл жерде сетка тартылған. Алайда қазіргі таңда бұл ағаштарды қалдырып жатырмыз. Неге десеңіздер, ертең мынау малина өскен кезде бұған да жаңағыдай сым тартып, малинаны соған жаңағыдай мінгізіп асылдырып қою керек. Сол кезде малинамыз жерге, жеміс берген кезде жерге жатып, кірі болмайды, таза тұрады, және теруге де ыңғайлы болады. Құдай қаласа осылайынан жасап жатырмыз. Енді келесі көктемге қарай сіздерге қаншалықты өскенін барлығын көрсететін боламын. Енді тағы да сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, пікір жазып, өздеріңіздің үлпілдеріңізді баса кетіңіздер. Және де осы бейнероликтермен өздеріңіздің достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.